бетін тұмшаланып алып, оны неқоп деп айтылады араб тілінде, қазақ тілінде оны паранжа деп айтылады. Қыз балалар паранжа жауып, кейде біреулердің көздері көрінеді, кейде көздері де көрінбейді, бетін бүркеп тастайды. Сол қаншалықты дінімізде сондай болу керек па, болмау керек па деген сұрақ келеді. Айтарымыз, дінімізде бұйырған киім емес ол. Біріншіден, өйткені ол шариғаттың бұйрығы, әйел адам бүткіл денесі жабылу керек, сырға мойын көрінбеу керек, бір тал шаш көрінбеу керек, жүзі, беті әурет емес, екі қолы алақан бетімен әурет емес. Міне осы екі орынға рұқсат беріледі, әурет емес. Қалған бүткіл дене бітімі жабық болу керек. Енді жаңа беті жауып алатынға келетін болса, бұл араб мемлекеттерінен келген арабтардың үрдісі бұл. Мысалы, түрікмен мемлекетіндегі құмның арасында өмір сүретін түрікмен халқы, әйел кісілерді, қыз балалар жабынып жүреді осыдан. Өйткені құмды жер ыстық. Қыз бала беті күйіп кетеді, қарайып кетеді. Сол үшін өзінің әсемдігін сақтану үшін қол шатыр, зондик дейміз ғой, қол шатыр ретінде пайдаланып жүрген киімдері олардың. Арабтарда да сондай. Африка құрлығы өте ыстық. Төбеңнен күннің ыстығы, астынан құмның ыстығы, екі ыстықтың арасында өте өз жақта ыстық болады. Сол себепті ол жақтағы да арабтың жаңағы қыздары, қаракөз қарындастарымыз, ол жақтағы да мұсылмандар, соны күннен сақтану үшін, ыстықтан сақтану үшін өздерінің бүркеніп жүрген киімдері ол. Бірақ дәл соның алып келіп, нұсқасын елге орнатудың қажеті жоқ. Өйткені ол біздің қазір ауа райымыз оны талап етпейді. Бізде ондай ауа райы жоқ, қатты ыстық. Және біздің ол дәстүрімізге де ол келмейді. Әжелеріміз ондай бетін бүркеп, жаңағыдай тұмшаланып ондай жоқ. Бәлкім бізде ол ерсі көрінетін бір нұсқа. Сол үшін ондай жаңағыдай ерсі көрінетін нұсқаны алып келіп, міне ислам дінінде шариғатты орындап жатырмын деп, ондай жасаудың қажеті жоқ деп айтқым келеді қыз қаракөздерімізге. Алланың шариғатта бұйрығын орындайық, бірақ қазақтың дәстүрімен оны және әшекейлеп, қазақтың нақышымен барынша соны зейнеттелінсе тым тамаша болар еді деп айтқым келеді.